Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен осындай творожный вулкан атты пирогтың рецептімен бөлісемін. Енді өте керемет, сөз жоқ. Барлығы үйлесім тапқан нәзік дәмі бар. Өте керемет пирог болып шығады. Менен бірге міндетті түрде дайындап көріңіз. Және арнаға тіркеліп, алдын ала қолдап кетуді ұмытпаңыз. Алдымен бір жұмыртқаға қантымызды салып, осылай венчикпен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз және ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Осылайша керек мөлшерде ұнымызды салып алғаннан кейін үстінен қопсытқыш салып, жақсылап қолымызбен жабыспалы, бірақ жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мен барлық керек заттардың мөлшерін әдеттегідей описаниеге жазып қалдыратын боламын. Осы қамырымызды илеп алғаннан кейін бірі үлкен, бірі кіші етіп екі бөлікке бөліп аламыз да, кішісін морозильникке салып қойыңыздар тоңазытқышқа, өйткені теркамен жұмыс істейтін болғандықтан қатып тұрғаны сізге ыңғайлы. Ал үлкеніне какао порошогын қосып қамырды илеп тастаймыз. Яғни осы қоңыр түске бояп илеп қоямыз. Енді табамызға жаңағы какао ұнтағымен бірге илеген қамырымызды жақсылап қолымызбен жайып аламыз. Енді салмасына келетін болсақ, менде үй жағдайындағы творог, оның үстінен қантымызды саламыз. Және жұмыртқамызды да осының үстінен жарып, және кукурузный крахмал салып, жақсылап тұрып езіп аламыз. Блендердің көмегімен немесе шанышқының көмегімен езіп алсаңыздар болады. Мендегі сүзбем жидкойлау болғандықтан мен блендермен езе қоймадым, өйткені өзі де жұмсақ болып езіліңкіреп тұр, сондықтан вилканың ғана көмегімен осылай езіп шықтым, басып. Бастысы бір келкі массада болғаны жақсы, солай етіп ыңғайлап алыңыз. Творогыңыз қышқыл сондай дәмі болатын болса, үй жағдайындағы творог болғандықтан, онда міндетті түрде ванильный сахар қосып жіберіңіз. Сол кезде өте нәзік дәм беріп әдемі болып тұрады дәмі. Енді формамыздағы тестіміздің үстінен жаңағы творогымызды құямыз шанышқымен бір-екі тесіп жібергеннен кейін. Және оның үстінен жаңа тоңазытқышқа алып қойған қамырымызды үкіштен өткізіп салатын боламыз. Менің жағдайымда қамыр қатты қата қойған жоқ, дей тұрғанмен солай үкіштен өткіздім, оңай өтті. Сондықтан олай істесеңізде де болады. Енді қолыңыздың ептілігімен өте нәзік, керемет дәмді болып шығады пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы пирогымызды 180 градуста алдын ала, осы кезден салмасын дайындап жатқан кезде алдын ала пешіңізді қосып қойыңыз. Өйткені творогқа сахар қосылғаннан кейін кішкене сөлі бөлініп сулана бастайды. Пирогыңыз сулы болып, былайша айтқанда езіліп кетпес үшін алдын ала қызып тұрған пешке салыңыз. Сол 180 градуста алдын ала қызып тұрған пешімізде 35-40 минуттай ұстап пісіріп аламыз. Әрине өз пештеріңізге қарай піскен піспегенін түсіне қарай ұстап көріп, міндетті түрде тексеріп алыңыз. Міне осындай болып керемет түске еніп, өте нәзік, керемет дәмді пирогымыз дайын болды. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз және пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Міне видеода тілінгеннен барлығынан көрініп тұр, үлпілдеген өте керемет, нәзік, ауызда еритін, ерекше дәммен бір ерекше пирог болып шығады. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.